Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде 15-те 10-ші сабақ көк сағыз деген тақырып. Ал әнше бастайық. Көк сағыздың екі түрі бар. Көк сағызды басқаша каучук деп атайды. Қараңыздар, бірінші түрі бұл табиғи және синтетикалық. Табиғи деп аталатын түрі бұл алдарыңызға көрсетіліп тұрған мынау гевея деп аталатын ағаш. Бұл Бразилия деген мемлекетте ғана өседі. Сол оңтүстік Америка мемлекеттерінде ғана деп айтқан дұрысырақ болар. Вот осы гевея деген ағаштың сыртын былай біз кесетін болсақ, яғни тіртіп кесетін болсақ, бізде осындай аппақ сүт тәрізді масса аға бастайды екен. Вот осы массаны бір ыдысқа жинап, құйып жинайтын болсақ, бізде пайда болатын затты каучук деп атайды. Каучук деген сөз ағаштың көз жасы деген мағынаны білдіреді. Яғни сол Бразилия мемлекетінде өмір сүретін халықтың тілінде осындай мағынаны береді екен. Осылай ағаштан алынатын каучукты, точнее, ағаштан алынатын затты табиғи деп атайды. Ал егер синтетикалық, біздің химиялық реакциялар арқылы алынатын затымыз болса, онда оны синтетикалық деп атайды екен. Мынау енді гевея ағашы, ал мынаның суретіне, мынау егер каучукты өте ұзақ уақыт бойы осылай қалдырып қоятын болса, оказывается, бұл қап-қара болып қарайып кетеді екен. Осындай болып. Ары қарай енді бұл каучугымыздың физикалық қасиеттері қалай, соған тоқтайық. Табиғи көксағыз аморфты кристалдануға бейім қатты зат. Іс жүзінде ол суда ерімейді. Этил спиртінде азда береді, ал күкіртсутекте, хлороформда және бензинде алдымен ісінеді, содан кейін ғана ериді. Көксағыздың жуу өткізгіштігі болаттан 1000 есе кем дейді. Көксағыз жақсы диэлектрик, ол су мен газды өткізбейді. Диэлектрик деген сөз, жігіттер қыздар, если что, бұл электр тоғын өткізбейді деген мағынаны береді. Көксағыз деген, былайша айтқан кезде, біздің случайымызда резинка ғой. Резинаның құрамында осы көксағыз болады, яғни осы көксағыздан біз резина жасаймыз. Енді қараңыздар, егер көксағызға күкіртті қосып қыздырса, резинке алынады. Бұл процесі вулканизация деп атайды. Вулканизация кезінде күкіртті көксағыздың массасын 3-4% қана қосатын болсақ, онда ол кезде резинке пайда болады. Ал егер күкірт көксағыздың 30-50% құрайтын болса, онда ол массаны эбонит деп атайды екен біз. Енді резинкенің барлығымыз білеміз, резинке өте көп жерде қолданылады. Ал эбонит деген не? Эбонит деген, былайша айтқан кезде, өте сондай қатты мұртсынғыш заттардың бірі болып табылады. Сіздердің анау пластик деп ойлап жүрген сынып қалатын заттарыңыз көбінесе осы эбониттан тұрады. Мысалы, елестету үшін бұрынғы компьютерлердің мониторларын, телевизорлардың сыртқы қаптамаларын еске түсірсеңіздер болады. Каркастардың жан-жақтағы, соларды егер сындырып көргендеріңіз болса, олар мұртсынып, былай шынап кете салады. Сол материал бізде эбонит болып табылады екен. Келесі, жанбайтын көксағыз деген ұғым бар екен. Жанбайтын көксағызға бізде хлорпрен деп аталатын молекула жатады. Ал ендеше, хлорпрен деген не? Жалпы бізде мына зат бар еді, бірінші изопрен деген. Изопрен деген заттың формуласы 2 метил бутадин 1,3. Осылай. Так, аштан 2, аштан 1, аштан ажақта. Так, қанша 2 қалды. Енді осы мынау метилдің орнына хлор деген элементті қоятын болсақ, яғни былай. Қос байланыстарын сол күйі қалдырсақ, сутектерін сол күйі жазсақ, бізде жанбайтын резинке деп аталатын материал пайда болады екен. Осы заттың аты бізде хлорпрен. Егер бұл затты біз полимерлеп, потом оған күкіртті қоссақ, бізде резинке шығады. Так, жалпы осы материалмен біз қазір таныстық. Жігіттер қыздар, осымен біздің көксағыз деп аталатын тақырыбымыз аяқталды. Ендеше әдеттегідей 5 сұраққа тез жауап беріп тастайық. Кеттік, бірінші сұрағымыз, екінші сұрағымыз, үшінші сұрағымыз, төртінші сұрақ, бесінші сұрақ. Так, 4 пен 5 бірдей болып кеткен екен, е? Әдеттегідей дұрыс жауаптарын тексеріп алсақ, бірақ почему-то әртүрлі. Мына жерде, скорее всего, я. Мынау бізде, так, 30-50% деп сұрағыз келген ау деймін. Және бұл жерде дұрыс жауабы эбонит болу керек. Мынау С емес, А болады.
Так, осымен біздің сабағымыз бітті. Әдеттегідей 5 сұрақтың қаншаны дұрыс жауап бере алдыңыздар, соны комментарийға қалдырып кетіңіздер.